Залым түлкі ертегісі. Бір күні арыстан ұйқыдан жаңа оянып, есінеп отырса, қасына алып ұрып түлкі келеді. Сәлеметсіз бе, арыстан аға? Әдейі іздеп келдім дейді. Жайма деп сұрайды арыстан. Арыстан аға, сонау қаралы таудың ар жағында балбырап тұрған бау бар. Одан шыға берісте көкорай шалғын сай бар. Сол сайдың бойында мыңғырып жайылып жүрген сансыз көп қой бар. Қасыңызға біраз нөкерлерді ертіп алып барсаңыз, шіркін-ай, шылқамайға бір кенелер едік-ау дейді. Мынауың ақыл екен дейді қарны ашып тұрған арыстан. Сол қойларға тезірек жетейік, қасымызға кімдерді алсақ екен? Жүректіден жолбарысты, білектіден аюды, қарулыдан қасқырды алайық дейді түлкі. Мөңке батырлардың ортасында бір қорқақты да ерте кетейік, қоянды да ала кетейік дейді. Арыстан түлкінің тілін алады. Солай арыстан, жолбарыс, аю, қасқыр, түлкі, қоян жолдас болып сапарға шығады. Кешкісін орманның ашықтау алаңқайына жетіп, түнемекші болады. Арыстан қанталаған көзімен серіктестеріне бір шолады. Ай, қарнымыз ашты ғой, не жейміз деп ақырады. Сонда түлкі арыстанның алдына келіп, қол қусырып тұрып былай дейді. Арыстан біздің ағамыз, арыстанға кім тисін? Аю біздің жолым би, жолым биге кім тисін? Қасқыр біздің қабан би, қабан биге кім тисін? Түлкі біздің түмен би, түмен биге кім тисін? Қоян біздің қойымыз, қойымызды сойыңыз. Қарындары ашып отырған аңдар қоянды тарпа басы салады. Сол күні қоянды бөліп жеп, барымен базар десіп жатады да, ертеңіне тағы да жолға шығады. Күнімен демалмастан жүріп, кешкісін демалуға бір сайдың басына тоқтайды. Арыстан түлкіге қарай бұрылып, қарнымыз ашты, не жейміз дейді. Түлкі қол қусырып тұра қалып былай дейді. Арыстан біздің ағамыз, ағамызға кім тисін? Жолбарыс біздің жолым би, жолым биға кім тисін? Қасқыр біздің қабан би, қабан биға кім тисін? Түлкі біздің түмен би, түмен биға кім тисін? Аю біздің қоңыр қой, қоңыр қойды жықта сой. Түлкінің сөзін естісімен жолбарыс аюды атып ұрып, жәукемдей бастайды. Төртеуі аюдың етіне тойып алып ұйықтайды да, ертеңіне тағы да жолға шығады. Төртеуі қас қарайғанша бір өзеннің жағасына тоқтайды. Арыстан тағы да үйреншікті әніне басады. Ой, қарнымыз ашты ғой, не жейміз дейді. Сонда түлкі орнынан ұшып тұрып былай дейді. Арыстан біздің ағамыз, ағамызға кім тисін? Жолбарыс біздің жолым би, жолым биға кім тисін? Түлкі біздің түмен би, түмен биға кім тисін? Қасқыр біздің қасымыз, бүгін жейтін асымыз дейді. Түлкі сөзін аяқтасымен-ақ жолбарыс қасқырды жарып салады. Солай олар таңертең тағы да жолға шығады. Күнімен жүріп отырып, кешкісін бір таудың етегіне жетеді. Сол арада түнемекші болады. Үшеуі үш жерде шоқиып отырады. Сол кезде тәніккен арыстан тағы да түлкіге қарап, ой, қарнымыз ашты ғой, не жейміз дейді. Түлкі арыстанның ар жағына шығып, қолын қусырып тұрып былай дейді. Арыстан біздің ағамыз, ағамызға кім тисін? Түлкі біздің түмен би, түмен биға кім тисін? Жолбарыс бізге жол азық, бүгінгі таңға мол азық. Осы сәтте арыстан ағам жолбарысты бас салады. Жолбарыс тыпырлауын қойған кезде түлкі де келіп терісін сыпыруға кіріседі. Екеуі жолбарысты жеп алып ұйқыға кіріседі. Таңертең екі дос арып ашып, таудың басына әрең өрмелеп шығады. Арыстан шаршап салақтап тұрса, түлкі бір биік шыңның басына келіп, арыстан аға, тезірек бері келіңіз деп шақырады.
Не болды дейді арыстан. Төменде қаптаған көп қойлар жайылып жүр. Ендігі арыстан жетеді. Қане? Түлкі алақанын шапалақтап, жап жақын тұр. Әнеки, секірейік, қанеки, әт дегенде. Арыстан шыңнан секіріп кетеді де, тастан тасқа соғылып, қып-қызыл жоса қан болып мерт кетеді. Мұны көрген түлкі арыстан аға, дос едік қой. Өлімтігіңізді қарға құсқа жеметпейін деп, арыстанның терісін сыпыра бастайды. Осылай залым түлкі өзінің арам пиғылын іске асырады.